Армысыздар ағайын туысқан бауырлар, қал жағдайларыңыз қалай, жақсы ма? Бүгін 22 желтоқсан 2023 жыл. Астана қаласындағы Қабанбай Батыр даңғылының бойындағы Мойкар деген автосалонға келіп қалдық. Бұл Астанада ең үлкен автосалонның бірі болып саналады. Бұл жерде ең басым бөлігі қазір Қытай көліктері. Қытай көліктерін айта кетейік, көп адам Қытай деген сөзден қашады. Дегенмен Қытайдан ешбір қашуға болмайды. Әлемді билеген, автоиндустрияны билеген Америка құрама штаттары етін кезінде, одан кейін оларға немістер жақындады. Неміс жақындаған кезде, Жапонның технологиясы шыққан кезде, Жапонға да елдер күдікпен қараған. Бұл Жапония қалай машина шығарады деп те күдік қараған Жапония кейін Американы басып өзді. Ал енді кейінгі дерекке қарасақ, соңғы 2 жылда Қытайдың автоиндустриясы дамыған соншалықты бірінші Кореяны, одан кейін Германияны, Американы, Жапонның машинасын басып озды деуге болады. Неге? Сан жағынан қазір Қытай бірінші орында. Қытайды қанша жамандасақ та, жек көрсек те мойындауымыз керек. Дегенмен оның технологиясы қазір әлемдегі ең мықты технологияны қабылдап, мамандарын алып, жасап шығарып жатыр. Сондықтан бірінші машина мынау автосалондағы келетін. Бұл ең бірінші Хавалдың арзан түрі. Бұл Хавал М6 дейді, 8,5 миллион механикасы. 9-дан асқан кезде автомат кетеді. Осы машина көп адам ұнайды. Дегенмен баға жағынан бұл ұтымды. Жерде Хавал деген компания бұл өте Қытайдағы сенімді, мықты дамыған компанияның бірі. Мына жерде механика. Мен размерін қандашы. RAV4-дің размері үлкен емес, кіші емес. Былайша айтқанда, қазақшалап айтқанда, джип деп ойласаң болады да. Дегенмен ішінде, сыртында да барлық жағдай жасалған. Және де бұның дизайнында адамға көз тартатындай дизайны бар. Бұлар Хавалдың ең соңғы шыққан варианты. Енді бұлай қарай бері қарай жүрсек, өздеріңіз білесіздер, Хавалда осында алдында жиі Ресейде ең бір Хавалдың көп сатылғаны бұл Хавал Julian деген кроссовері. Міне. Бұны әсіресе Ресейде әйел адамдар көп мінді. Өте дизайны ерекше. Бұлар 12 миллион болды алғашқыда, 13 миллион болды. Қазір бұлардың бағасы уже 9-ға да жақындап жатыр. Өте компактты, және де мобильді, өте дизайнды әдемі, және де ішкі жасалуда өте бір ерекше. Сондықтан мынау Хавалдың Julian дегені. Армысыздар ағайын туысқан бауырлар, мынау машинаға келіп тоқтала кетейік. Бұл Хавал деген компанияның машинасы. Ең Ресейде әсіресе бұл өте танымал болды. Хавал Julian машинасы. Міне дизайн өзінше ерекше, кроссоверге жатады бұл машина. Дегенмен желі машинамен жол талғамайтын машинаның ортасында. Мына дизайнды қараңыздар, алды хромированный решетка, хромдалған решетка, және де мына фарларды қараңыз міне. Ерекше фар болып шыққан, міне төмен қарай кетеді. Бір ерекше өзіндік дизайн болады да. Мына жерде мынау күндізгі жанатын дневной свет дейді ғой, дневной светті светодиод қылған. Бұның фарларын бәрі не? Диодный, өте қатты жанады. Міне дизайнды қараңыздар, қандай керемет. Ресейде бұл көлікті ең көп алғандар әйел адамдар болды. Не дегенмен бұл баға жағынан RAV4 айдайтын әйел адамдарға өте ыңғайлы болды. Міне дискісін қараңыздар, титан дискісі. Ерекше өзіндік бір несі бар, жаңа суреті бар. Не дегенмен өте тартымды жағынан. Енді мынау машинаның есігі жабық тұр екен. Бұл жерде отырғанда эргономика дейді, жаңағы жүргізушіге өте қолайлы жасаған. Жаңағы орындығы, ұстайтын рөлі, және де бұда анау селектордың рычагы жоқ. Жаңағы жылдамдықты ауыстыратын кезде тек қана шайбамен ауыстырылады. Бұл жерде шайба пайдаланады. Өздік бір ерекшелігі. Кәдімгі скорость салатын рычаг жоқ бұда. Міне мынаны машина айналып өтсек, міне алдыңғы жағы мынандай, бүйірінен не биік емес, не алас емес, бір өзіндік бір оптималды размерін тапқан жақсы. Ал енді артына келетін болсақ, алдыңғы фар қалай жасалды? Артқы фарларда солай жасалды. Қазіргі бүкіл автоиндустриядағы соңғы тенденция, мынау Ресейдің автобазындарын байқайсыздар ғой. Лада деп жазып қойды. Сол сияқты міне Хавал деп, қазіргі Японияның машиналарында да Camry деген жазу бар ма? Сол сияқты Хавал деп жазылып тұр. Мына жерінде Julian деген маркасы жазылып тұр. Міне фардың өзі былай төмен түсіп кетіп отыр да, ерекше бір дизайны. Мына жерде 4 ВД дейді, және де 4 дөңгелегде қатар қосылатын 4 ВД комплектациясындағы машина. Мына төбесіне келейік міне. Қазіргі міне соңғы жылдарда пайда болған нәрсе, биік рейлингі салмайды, мынаны плоский рейлингі дейді. Бұға жаңа багажниктер,
нәрсе орнатқанға өте бір ыңғайлы. Не дегенмен мынау төбедегі салмақтың бәрі мына бір келгі жатады да кузовқа. Сондықтан мынау кейінгі шыққан рейлингілер өте бір өзінің ыңғайлы екенін дәлелдеген нәрсе. Міне Julian деген машина алам десеңіздер, бұл машинаны еш уақытта өкінбейсіздер. Не дегенмен бұл машинаның жақын арада сатылымы өте көп болғанға ұқсайды. Ұнайды бұл машина көп адамға. Шағын, әдемі. Енді бұл Қытайдың ең бірінші фишкасы бұл дизайнда. Интерьер дейді, экстерьер дейді. Интерьер деген сыртқы, экстерьер деген ішкі жасалған дизайны адамға деген сұлулығы бір ерекше болып саналады. Сондықтан қаласаңыздар, Хавал деген көлікке де зер сап қойғаныңыздар болады. Ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Қытай кезінде әлсіз көліктерді шығарды. Не дегенмен технология даму керек, технология жаңадан басталды. Ал енді қазіргі Қытайдың машинасы бұл Кореядан, Жапониядан ешбір кемшілігі жоқ. Жапонның машинасы, Кореяның машинасы бұлардан қымбат болатын себебі олар бренд қалыптастырып қалғанда, бренд қалыптастырғаннан кейін бұлар қосымша баға қосып қымбатқа сатады. Ал енді Қытай көліктері қазіргі деңгейде бағасы төмен, не дегенмен бұлар өздеріне қазіргі нарықта өзінің орнын тауып жатқан көліктер, өзінің орнын іздеп жатқан көліктер десе болады. Армысыздар, ағайын туысқан бауырлар, бүгін 22 желтоқсан 2023 жыл. Күн жұма. Мен жұма намаздан шығып, Астана қаласындағы Қабанбай Батыр көшесінің бойындағы Мойкар автосалонында тұрмыз. Мынау бүгінгі видеоны түсіруге себепші болып жатқан YouTube каналы. Сол шақырғаннан кейін мына YouTube каналына арнайы обзор үшін, және де таныстырылым үшін арнайы сұхбатқа шығып жатырмыз. Мына бүгінгі мақтайтын маркамыз бұл әлбетте Chery. Chery деген Қытайдағы ең үлкен компания. Бұл Chery'дің үлкендігі сондай. Бұдан дочерный компаниялар шығып жатыр. Бұл Амода бар, бұл Жетур бар, Жако бар. Осылардың бәрі Chery компаниясына қарайды негізінде. Ал енді Chery'дің өзі, мынау қазіргі Қазақстанда ең бір өтімді машинасы. Мына жерде бағалар жазылған. Ең төменгі бағасы 10 миллион 100. Бұлар 13 миллионнан басталған кезінде 14-ке дейін жақын едім. Қазір енді бұлар акциямен ең төменгі бастапқы бағасы 10 миллион 100 мың теңгеден басталады. Бұл Chery'дің ерекшелігі дизайнда. Және де әлемдегі ең мықты дизайнерлердің жасауы бойынша мына дизайн өзіндік ерекшеліктер. Мен мынау радиаторды көрдіңіздер ме? Жаңа моншақ тәрізді радиатор деп атайды қазіргі. Фара бұл светодиод. Мынау дневной күндіз қосылатын шамдарына дейін бәрі светодиод деп есептелінеді. Енді дизайндарды көріп отырсыздар, ерекше. Қазіргі Астанада да, Қазақстанның барлық қаласында ең бір тиімді дизайн осы Chery'ге тоқталады да. Не дегенмен Chery өзіндік бір дизайн ұстап алды да. Не үлкен емес, не кіші емес. Міне мынандай ерекшелігі бар. Мынау ақ түс болса қара болады, төбесі потологы. А мына жерде қып-қызыл алаулаған қызыл түске қара потолок өзіндік бір ерекше контраст беріп тұр да. Міне ішіне кіретін болсақ, мынау төбесіндегі рейлингті көрдіңіздер. Қазіргі тенденциядағы моды плоский рейлингі. Міне бісміллә деп ішіне кіретін болсақ, міне өзінше бір дизайн экстерьердің. Мынау алдында ұзын планшет, мына жерде жаңағы приборный панель дейді, мына жағында мультимедиа, және де климат контрол, бәрі осы бір жіңішке бір планшеттің ішінде. Міне қараңыздаршы, мынау бір керемет нәрсе ғой. Қазір Жапонның ескі машинасын, Кореяның ескі машинасын алғаннан гөрі жаңа машинаны аты, жаңа машина. Не дегенмен мынау дизайн адам тартады. Мына жердегі мына вставкаларды қараңыз есіктегі. Бұл енді Жапонның қымбат машиналарында қазір пайдаланбай жатқан, әлі де пайдаланып үлгермеген мынау дизайн. Мынау селекторды қараңыз, ручка селектор дейді, өзіндік бір дизайнмен жасалған. Мына жердің бәрінде кнопкалар, арнайы мынау жаңағы электронный стоп тормоз, соның бәрі осындай электрон жүйесіне көшкен. Мына жердегі мынау климат контрольдің және де обдув желдеткіштердің бәрі кнопкамен мына жерге берілген. Сонда бұл басқадан қарағанда ыңғайлы, қалғанның бәрі мына планшетте іске асады. Міне мынау панельдің жасалу несі, дизайны өзіндік бір ерекшелікпен, әдемілікпен жасалып отыр. Рөлде
мультируль дейді. Мына кнопкалардың бәрі орнына қойылған. Және де рульдің мына төменгі жағы мына плоскийді, мына жағы шағын келген мультируль болып көзге өте тартымды болып отыр. Мына сиденьелердің қаптауы, сиденьелердің отыру ыңғайлылығы өте бір керемет жасалып отыр. Мынандай екі стакан қоюға подстаканник дейді. Бұл да бір ерекшелік. Мына жерінде қобдишалары бар. Міне қандай қобдиша. Және де мұны подлокотник дейді орыстар. Орысша айтқанда мына жерге қолды қойып еркін ыңғайлы отыруға барлық жағдай жасалған. Міне әсіресе мынаның төбесі мақтау болады. Бұны панорамный крыша дейді. Панорамалық төбе. Мынау бәрі ашылады, бәрі ашық тұр төбе, және де төбесі көрініп тұрады. Бұл енді табиғатқа айдап шыққанда кезде ерекшелігі бүкіл жоғарыда көріністер көрініп, мынау іштегі отқан адамға жақсы эмоция сыйлайды. Құрметті авто айдайтын кісілер, мынау қазір Қытайдың Cherry деген компаниясының машинасы Cherry Tiggo 7 Pro Max дейді. Pro Max деген, бұрын 7 Pro деген Қазақстанда көп сатылды. Енді Max деген нәрсе бұл 4 дөңгелегі қосылғанды, 4 жетекті деп айтады екен, 4W. Соны Max деген қосымша жазуы болады екен. Міне енді мына жаңағы менеджерлер келіп мына машинаны қосып жатыр. Мына панельді қараңыздаршы, мына таблоларды қараңыздаршы. Мына смартфон сияқты таблолар көрініп тұр. Мына жерде машинаның қаншаға жүретініне дейін көрсетіп тұрады. Мына жағында мына кнопканы бассақ, міне дауысты былай күшейтеміз. Радиосы бәрі қосылып тұр. Мына жерден дауысы азайтады екен. Мына жерден мына рөлде де бар. Мына жерде де, мына панельге де кнопка қылып жасатып қойған. Және де кнопка ыңғайлы деп Cherry айтып отыр ғой бұл жерде. Тек қана планшеттен ғана басқармаңдар дейді. Мынау немен де кнопкамен де басқару ыңғайлы деп отыр. Міне дауысты азайту және де мына өшіру сағатымен қосылып тұрады. Енді мынау дәл ортасында аварийный кнопканы жасап қойған екен. Міне мына селекторды қараңызшы, мына селектордың ішіне жанып тұр. Скорость дейді ғой, жылдамдыққа ауыстыру, передачаға ауыстыру. Мына кнопкасын өте бір ерекше Cherry'дің дизайны. Мынау ұзыннан ұзын планшет. Жартысы жаңағы не болса, приборный панель болса, және де. Ал енді жартысы жаңағы мультимедиа. Сонда арнайы бір телеком бір рамада жасалып отыр. Міне рөл жағдайы бәрі міне әдемі бір керемет жасалған болып тұр. Оталдырып көріңіз. Міне машинаның ешқандай дауысы білінбейді екен. Енді бұны қайттан өлшеміз. Мына жерде мынау қанша атмосфера көрсетіп тұрғанын көрсетіп тұр. Міне 1/2 дейді. Бұл 0/7, 0/8-ге дейін түсу керек қой. Мынау таблоны көріп отырсыздар. Мына жерде температура. Міне температура, мотор, двигатель не жатыр. Жылынып жатыр деген белгі. Мына жерде кнопкасын қараңыздар, міне. Мына қосу кнопканы қараңыз, қазір кілттен еш нәрсе бұра алмайды ғой. Стоп, старт деген кнопканы қараңыздар, міне. Өте бір ыңғайлы жерге қойған. Жаңа басып оталдырдық қой. Енді бассақ, көрдіңіздер, машина өшті. Сондықтан қорықпаңыздар. Автосалонға келіңіздер. Астана қаласы Қабанбай Батыр көшесіндегі Мойкар автосалоны. Және де осы YouTube каналға лайк басуды ұмытпаңыздар. Оқыңыздар, үйреніңіздер, таныса беріңіздер, біле беріңіздер, көре беріңіздер. Ешқандай қорқыныш болмасын. Не дегенмен бұл соңғы технология Қытайдың компанияларын шығарған көліктері. Cherry Tiggo 7 Pro Max деген машинаның артқы орындықтарына келейік міне. Міне ерекше дизайнда тігілген. Просрочка дейді. Шет шетіне жағалауын бәрін ерекше өрнектеп тігілген. Және де бұл 60-40 пропорциямен орындықтардың артқы жағы жиналады, былай қарай жинайды. Мына жағы 60%, ар жағы 40%. Міне сиденьелерді өте көріп отырсыздар. Мына сиденье артқы орындық пен алдыңғы орындықтың арасы әжептәуір бір қарыстан аса қашықтық бар. Бұл деген сөз артқы адамдарға отыруға өте ыңғайлы жасалған. Және де мынау Cherry'дің
Тигалардың ішіндегі ерекшелік мына дизайнды қараңдаршы. Осы дизайнмен ол өзіндік бір ерекшелік тауып отыр. Мына жақтан келе жатқан әйдек асты сызық, мынау соңғы есікке барған кезде жоғары көтеріліп барып, толқын тәрізді болып, арт жағын жіңішке көзге көрсетіп, арқылы дизайн ерекшеленіп отыр. Міне артына келіңіздер. Мынау машина оталған кезде, мынау светодиодтың бәрі жанады, мынау арты қып-қызыл болып ерекше болып жанады. Tiga 7 Pro Max. Max деген жалғау, бұл 4 жетекті екен. Және де 4 дөңгелек бірден қосылады. Орысша айтқанда 4 VD деп жатамыз. Егер Max жоқ болса, бұл алдыңғы жетекті Cherry Tiga 7 Pro болып қалады. Pro'ның өзі болып қалады. Міне Cherry деген брендтің жазылуы, сондықтан Cherry'ден ешқандай қашы болмайды. Не дегенмен Cherry қазір Қытай машиналарының ішіндегі ең алдыңғы қатардағы бұл автоконцерн. Ресейде сатылым бойынша ең бірінші орында Cherry тұр екен. Армысыздар, құрметті авто әуесқойлар. Бүгінгі таныстырылым Астана қаласындағы Қабанбай Батыр көшесінің бойындағы Мойкар автосалонындағы Subaru. Subaru'ды білесіздер, бұлар Жапонның 4 жетекті көліктері, және де бұлар 4 VD деп аталады. Subaru'дың Forester деген маркасы. Міне таныстырылым. Бірақ бір ескертетін нәрсе, бұлар Subaru ешқандай акцияда жоқ. Не дегенмен бұлар өздері о баста қымбат көлік, жерде қымбаттап қала береді. Бұлардың арзан бағасының өзі 18 миллионнан басталады. Келесі машинаға көшейік. Бұл Қытайдың Чанган деген машинасы. Айтылымы әртүрлі болады. Сондықтан бұл Чанган 35 деген бұл маркасы S35 дейді. Бұл да қазіргі Қазақстанда бір жақсы сатылып жатқан көліктің бірі. Дизайны ерекше. Осының алдында ескі 22 жылғысы болды. Сатылымында 22 жылғы дизайнда. Мынау соңғы 23 жылғы дизайн. Енді кейбір мәлімет бойынша 2024 жылғы дизайн деп атала береді. Дегенмен соңғы Чанган 35. Бұлар қазір акцияда бар. Бұлар енді 11 миллионнан басталады екен. Бағаларына таныс болсаңыздар, бұлар қазір 10 миллионға дейін түсіп атқан бағалар. Не дегенмен өзіндік бір ерекше. Ендігі үшінші машина, бұл тағы да Cherry компаниясының машинасы. Қазақстанда бұл да ең бір жақсы өткен Қытайдың көлігі болды. Бұл Cherry Tiga 2 деген. Бұл тек қана алдыңғы жетекті передний приводный машина дейді. Бұл размері өте кіші. Ана Renault Sandero бар ғой, соларға ұқсас қып шығарған. Жеңіл машинаны кроссоверге ұқсатқан. Бұның ұтымды жері Қазақстанда бағасы болды. Кезінде Chevrolet компаниясының Cobalt көлігі бағасын қымбаттатқан кезде осы Cherry 7 миллион 490-нан басталды. Қазіргі бағасы, бұның акциядағы бағасы 6 миллион 990 теңге. Cherry 2 ең бір компактный Қазақстандағы нөмір бірінші Қытайдың өтімді машинасы болды. Бұның өтімділігі бағада болды. Сондықтан халық осы қарай ауып кетті. Қазір Қазақстанның барлық қалаларында осы Cherry 2-ді жиі кездестіресіз. Недеген бұл бағамен ұтты да. Анау алғашқыда осыдан 1-2 ай бұрын Cherry'ге акция жасаған кезде 7 миллионнан. Сонда 1 сағатқа жетпей 700 дана сатылып кеткен ғой мына. Міне. Сондықтан бұның бағасы 6 миллион 990 теңге. Құрметті авто әуесқойлар, мына жаңа ғана мен осыны түсіргем. Бұл Cherry Tiga 7 деген көлікті. Бұның Pro'сы бар, және де Pro Max дегені бар. Ол туралы жаңа бағана алдын ала айтып кеттім. Оға көп тоқталмайын. Бірақ енді Tiga'ның 7 дегені бар болатын болса, мына жаққа келіңіздер міне. Бұл Tiga'ның ең кішісі Tiga 2. Cherry Tiga 2. Алдыңғы жетекті өте компактный, кіші, және де бағасы да өте арзан. 6 миллион 990 теңге. Бұл Қазақстанда хит болған машина. Коbaltпен бағалас болып, бұл Cobaltқа конкуренция болған машина. Бұны жаңа сәл айтып өттім. Енді келесі машинаға қояйық. Енді Tiga 2 деген болатын болса, Tiga 4 деген машина. Бұл енді Tiga 2 Pro мен Tiga 7 Pro'ның ортасындағы размері. Міне. Бұны Tiga 4 дейді. Бұл бағасын түсірмей тұрған 11 миллион үстінде болды. Одан 10 миллион үстінде болды. Қазіргі бағасы 8 миллион 600. 8 миллион 600-ге Hyundai Creta сияқты размерде Tiga 4 Pro деген машинаны алсаңыздар өкінбейсіздер. Не дегенмен бұл
соңғы технология, әлемдік автоиндустрияның технологиясы толық қамтылған, дизайны ерекше, размерде аса кішіге жатпайды, аса үлкенге жатпайды. Қазіргі акциядағы бар машина міне осы. Сондықтан бұл машинаны қалай мақтасақ та ешқандай артықшылық етпейді. Не дегенмен Қытай деген сөзден қашудың қажеті жоқ. Қытайдан қорқсақ та, Қытайдан қашсақ та, халықтың алатын машинасы Қытай көлігі болатыны бұл әбден анық болып тұр. Не дегенмен бұл машинадан ешқандай қаша алмаймыз. Не дегенмен бұлар өзінің дизайнымен, өзінің бағасымен, және де соңғы жетістікті пайдалану арқылы бұл халықтың көңілінен шығып отыр. Міне қараңыздар, артын қараңыздар. Тига 4 Pro. Бұл Тига 2 мен Тига 7-ның ортасындағы размер десек, артық айтқанымыз болмайды. Сондықтан мен ерекшелігін қараңыздар, артқы бар, бұл басқаша. Тига 7-ден қарағанда. Енді Тига 2-ні қараңыздар міне. Тига 2 шағын болып келген. Бұның қазіргі бағасы, бағана айттым, 7 миллионға жетер жетпес. 6 миллион 990 мың теңге. Бауырлар, қазіргі көрсетілім бұл Жаңган компаниясы. Қытайдың Жаңганның жеңіл седан көлігі. Ең алғашқыда Қытайдан көп келген көлік бұл қазіргі тенденцияға байланысты, қазіргі модаға байланысты бұл кроссоверлер көп болды, кроссоверлер. Ал енді қазіргі халық седан көлік бар ма дегендей сұраныс пайда болды ғой. Не дегенмен Қазақстанда кезінде седандар көп пайдаланды ғой. Hyundai Accent бар, Volkswagen Polo бар, Kia Rio бар, Skoda Rapid бар, Skodaның Octavia'сы бар. Міне сол сияқты Skoda Octavia'ның размерінде, Toyota Corolla'ның размерінде, соның пішімінде, соның көлеміне ұқсайтын машина келді. Бұл Жаңган Уни В дейді, Уни К деген кроссовері болды. Өте ультра дизайндық кроссовері білетін жарыстар. Уни К деген. Ал енді мынау Уни В деген седан, Жаңганның седаны. Міне, решетканы көрдіңіздер. Бұндай решетка, Жаңганнан шыққан решетка, Жаңган маркаларында. Қазіргі бір айта кететін нәрсе, Toyota Camry 80-нің решеткасы осыға ұқсас болды. Сонда бұл не болды? Бұл Жапонның өзі Қытайдың дизайндарына еліктеушілік пайда болды деген сөз. Міне бағалары. Міне 12 миллионнан басталатын, қазір бұлар 11 миллионға дейін бағалары деп отыр. Міне ручкасын қараңыздар. Мына ручка ішке кіріп тұрады, машина оталған кезде. Ал машина двигателі, жаңағы моторы өшік кезде, мыналар сыртқа шығып тұрады. Міне әсіресе мынау ұстайтын топшаларына қараңыздаршы, қандай керемет шығарған. Мынау ішке кіріп тұрады жүретін кезде. Қара және сары екеуі екі түс араласып, мынау ішке дизайны жасалған. Ал енді мынандай сопақ рульді көріппендер, қауын тәрізді руль. Бағана біз Шериден көргенбіз, тек қана асты жағы. Хавалда да баратын. Ал енді Жаңган мынау рульді өте бір ықшам және де ультра модалық, ультра сәнді қылып шығарған. Төбе жағы да тегіс, асты жағы да тегіс. Бұда мына жерде міне электронный табло ішке кірген. Міне мынаның іште. Бұда табло электронный. Мына жерде мультимедиялық планшет. Міне қараңыз, селектордың ручкасын қараңыз. Ерекше ғой мынау, ерекше. Ручник, жаңағы тежеуіш. Бұл да электронный. Екі стаканник. Мына жерде жаңағы соткының зарядкасы. Міне. Ал енді сиденьяларды қараңыздаршы, міне сиденьяның ішін қаптауы. Мынау қолды қоятын подлокотник дейді. Бұның бәрін қарап отырсаңыздар, мына тігілістердің бәрін қарап отырсаңыздар, ерекше болып жасалған. Және де регулировка сиденье дейді, және орындықты электр арқылы қозғалады. Алдыға, артқа, биік, төмен. Рөлде сондай әртүрлі деңгейде өзгерте аламыз. Міне, мынандай рөлді көріппеңіздер, мына машина айдаудың өзі бір ерекше комфорт сыйлайды деп ойлаймын. Сондықтан Қытайдың Жаңган деген машинасына да көңіл беріп қойып қарасаңыздар болады. Үркудің қажеті жоқ. Келу керек, көру керек, сынау керек, салыстыру керек. Сонда айырмашылығын білесіздер. Не дегенмен Қытайдың соңғы көліктері әлемдегі ең соңғы жетістіктерді қабылдаған технология. Оның ерекшелігі сода.
Қытайдың қазіргі ерекшелігі әлемде машина жасаудан әлемде Қытай бірінші орынға шығудың себебі ол Қазақстанда емес. Бүкіл әлемде Қытайдың бірінші орынға шығудың себебі соңғы технологияны жылдам, тиімді, сапалы өздеріне сіңіріп пайдаланудың арқасында. Міне мынандай дизайн жасаған қандай мықты суретші, мықты модельер, мықты технолог деп ойлайсыңдар. Не дегенмен бұл үлкен бір жетістік. Сондықтан бәрімізге жақсы машина, жаңа машина бұйырсын. Құрметті автосүйер қауым, мынау тұрған автосалон тұрған машинаның бәріне сипаттама беру мүмкін емес. Өздеріңіз көріп отырсыздар, міне қандай маркалар тұр. Оның бәрі Қытайдың соңғы жетістіктері деп айтсақ артық болмас. Бірінен кейін бір өседі. Ол Chery болсын, ол Haval болсын, ол танкі деген маркасы болсын, Чанган болсын, бұлар бірінен кейін бірі өзіндік бір ерекшелігімен, әсемдігімен бір-бірінен өзгешілігі болып тұрады. Сондықтан Car Plus деген YouTube каналға жазыңыздар. Не себептен? Не дегенмен қазақтық контенттің санын көбейтуіміз керек. Біз қазақ елінде тұрып жатырмыз. Бізді жаңа көлікті айдап жатқан қазақ жігіттері бар. Бәрі орыс тілді контентті көп оқиды да, қазақ тілді контент аз болып жатыр. Сондықтан біз күннен күнге шыңдалуымыз керек. Біз күннен күнге мықты сөйлей білуіміз керек. Ол үшін біздің оқырманымыз көп болу керек. Сондықтан Car Plus деген YouTube каналға жазылыңыздар. Көріңіздер видеоны, комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар. Сол комментарий көптің арқасында біз талдау жасап, қалай түсіру керек екенімізді, қалай сөйлеу керек екенімізді, қалай обзор және де көрініс жасауымыз керек екенін біз шыңдала бастаймыз. Сондықтан қазақи контент көп болсын. Жаңағы сөзім соңында тағы да айтатыным, Car Plus деген YouTube каналына тіркеліп, көріп, қатысып, оқып, комментарий жазып, лайкты ұмытпай, өз үлестеріңізді қосып отырыңыздар. Қазақ контент дами берсін. Қазақ елінде, қазақ жұрты осындай бір жақсы көлікті мінуге, тізгіндеуге Алла баршамызға нәсіп етсін. Аман, сау болыңыздар.